Баршаңызға қайырлы күн достар. Ораза ұстап жатқан жандардың оразасы қабыл болсын. Кешке ауызашарға өте керемет сочный болып шығатын ерекше самса дайындаймыз. Ең алдымен біз қамырын дайындап аламыз. Дәл осылай електен өткізілген ұнымызға тұз қосылған суымызды араластырып, жақсылап құйып отырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Дәл видеодағыдай жұмсақ қамыр болуы керек. Енді оны 15-20 минуттай тындыруға алып қоятын боламыз. Қамырымыз тынғанша самсамыздың салмасын дайындап аламыз. Ет тартқыштан өткізілген етімізді және тәтті бұрышымызды, оның үстінен майдалап туралған пиязымызды саламыз. Және де тұз, дәмдеуіштерді қосып, жақсылап араластырамыз. Міне салмасы дайын болды. Бізде келесі кезек. 2 дана помидор аламыз. Помидорымызды дәл видеодағыдай етіп турап шығамыз. Бұл помидорды самсаның ішіне қосатын болған соң, самса өте ерекше, дәмді, сочный болып шығады. Жаңағы туралған помидорымызды шетке алып қоямыз. Одан кейін бағанағы дайын болған қамырымызды алып, майда бөлектерге немесе өз қалауыңызша үлкен-кіші бөлектерге бөліп шығасыз. Қамыр өте жұмсақ және қолға жабысатындай болады. Өз қалауыңызша ұн сеуе отырып, жайып аламыз. Жайылған қамырдың ішіне салмасын және үстіне 1-2 дана помидордың бөлектерін салып, дәл видеодағыдай етіп, барлық жерін жақсылап жауып түйетін боламыз. Міндетті түрде жақсылап жауыңыздар. Түйіп дайын болған самсаларымызды листімізге жайғастырамыз. Сосын олардың бетіне дәл осылай су сеуіп шығамыз. Ешқандай жұмыртқа жағудың керек жоқ. Дәл осылай су сеуіп шықсаңыз да өте әдемі болып қызарып шығады. Міне самсаларымыз дайын болды. Өте керемет, ерекше, сочный самсалар. Ауызашарға бәріне ұнайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаған болса лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Және менің видеоларымды көріп отыру үшін подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз.